Енді біз бағана мобильді қосымша арқылы балалар тапсырмаларын қалай жібере алатынын көрдік. Енді сіз бұны сыныпта алатын болсаңыз, мысалы балаларға параққа емтихан жазғызатын болсаңыз, сіз бұларды қалай жүктей аласыз? Мысалы мен бір курс ашқан кезде мен оны қалай істеген? Мен телефонға түсірдім, телефонда мен PDF шығарып сөйтіп жасадым. Бірақ сізде мысалы ондай жоқ болатын болса, осы процесті қалай жасауға болатынын сіздерге детально көрсетейін. Яғни сіз парақтарды, егер сізде бір сканер болатын болса, сіз сканердің ішіне салып жүктей аласыз. Мына жерде видеода сізге детально көрсетіп жатыр. Мысалы сізде егер бірнеше бет болатын болса, не дейді? Сіз егер беттің бұрышын скрепкамен қыстырған болсаңыз, скрепкаларын алып тастаңыз. Оны алып тастасаңыз болады, болмаса кесіп тастасаңыз болады, видеодағыдай. Одан кейін сіз парақтарды бір-бірден емес, бәрін бірақ қосып, сразу сканировать ете аласыз. Енді бұл сіздің сканерге байланысты. Кейбір сканерлер, мынандай планшет сканер болса, онда олар бір-бірден ғана қабылдай алады. Бірақ кейбір сканерлер бар, сіз үстіне бүкіл парақтарды қоясыз, ол бір-бірден парақтардың бәрін алып, сканерлей алатын болады. И оның бәрін сіз как раз таки бір PDF файлға сразу сақтай аласыз. Бір PDF файлдың ішінде бірнеше оқушының жұмыстары болуы мүмкін. Өте ыңғайлы. Енді бұл сіздің сканерге немесе принтерге байланысты шектеулі болуы мүмкін. Бұны бір-бірден істеу керек болуы мүмкін. Болмаса бағанағындай планшет емес, бүйтіп бірнеше парақ қабылдай алатын сканер болса, ол тіпті жақсы болады. Бірақ оның да шектеулері болады. Оған көп парақ сыймай қалуы мүмкін. Енді сіз бұның бәрін сканировать етесіз. Егер сізде телефон бар болатын болса, қазір қосымша сканерлер бар телефонға. Мысалы, сіз Play Market немесе App Store-ға кіріп, сканер деп жазсаңыз, сіз приложение жүктей аласыз. Сіз парақты бір столға қоясыз. Желательно енді парақтың түсі ақ болғаннан кейін бір қоңыр болмаса бір темный бір столға қойсаңыз күшті болады. Сонда парақ анық көрініп тұрады. Әйтпесе ақ столға ақ парақ қойған кезде кейде приложение дұрыс парақтың шеттерін көрмеуі мүмкін. Одан кейін сіз соның бәрін телефонға сканировать етесіз камерамен, и ол оның бәрін әдемілеп, жақсы качествомен сізге PDF файлға сақтап бере алады. Енді сіз бәрін сканнан өткізгеннен кейін сіз оның бәрін бір PDF файлға сақтауыңыз керек. PDF файлға сақтаған кезде мына жерде мысал ретінде сізге көрсетіп жатыр. Сіз беттердің санын мына төменде жазып тұрады. Телефонмен скан жасаған кезде де бұның бәрі көрінеді. И сіз солай салыстырып тексеріп көрсеңіз болады. Сіз барлық парақтарды скандан өткіздіңіз ба, өткізбедіңіз ба? Егер барлығы өткен болса, сіз оның бәрін бір PDF файлға сақтасаңыз болады. Енді мына жерде не істеп жатыр? Одан кейін жұмыстарды қайттан степлермен қыстырып жатыр. Егер сізге бұл қажет болатын болса, сіз бұны істей аласыз. Тоже істей аласыз. Мында мынандай да варианттарды ескеріп жатыр. Double-sided деген кейде, мысалы, бір парақтың екі бетіне де шығаруы мүмкін. Онда сіз екі жақты бөлек-бөлек шығаруыңыз керек. Егер сіз сөйткен болатын болса, сіз онда екі жағында бөлек-бөлек қарастырасыз. Енді сканерлеген кезде мына жерде не дейді? 150 DPI. DPI деген бұл айтқан кезде качествосы. Негізі по умолчанию принтер немесе сканерлерде 200 немесе 300 тұрады. Оның качествосы жоғарырақ болады деген сөз. Бірақ файлдың салмағында сәл ауырлау болады. Соны ескеріңіз. Негізі мына жерде олардың Gradescope-тың өздері 150 DPI жеткілікті дейді. Яғни осы 150 DPI-дағы сапаны Gradescope спокойно уже көре алады дейді. Мына жерде не дейді? Ешқандай бос қалып қойған беттерге уайымдамаңыздар. Gradescope олардың бәрін так оқымайды, олардың бәрін өтіп кете беретін болады. Бітті. Сіз сканер қолдансаңыз болады, бірақ негізі менің ойым, телефонды қолданыңыз. Қазіргі смартфондарда камералар өте жақсы түсіреді. Сіз просто сканды жасаған кезде сіз жауап парағын аласыз. Бағана мен айтқандай, желательно бір темный стол болса, мына парақтың шеттері жақсы көрінетіндер. Одан кейін бір жарық жерге апарыңыз. Мысалы, бұл
терезенің алды болуы мүмкін. Терезенің алдына қоясыздар да телефонмен сканировать етіп, оның бәрін потом PDF файл сақтап жүктеп қоясыздар.